Қайырлы күн, кітап сүйер достар. Альпинистер өмірі трагедиясыз болған емес. Таудағы трагедия кейде қатал табиғаттың салдарынан, кейде альпинистердің жеке дара қателігінен болмай ма? 1984 жылғы Памирдегі қайғылы оқиға қар көшкіні салдарынан Кеңес одағы құрама командасының 8 бірдей мүшесі бірдемде ғайып болып кетті емес пе? Олар еңілік гүлдей, енді бір жарған бүлдіршіндей қыздар еді. Ал чех альпинистерінің бақытсыздығы өз алдына бөлек әңгіме. Олар хан тәңірінің нақ осы беткейінде қазаға ұшыраған. Неден болғанын бүгінге дейін ешкім білмейді. Тіпті әлі күнге сүйектері табылған жоқ. Аспан шайдай ашық кезде шың басынан түсіп келе жатқан жігіттер аяқ астынан жоқ болды да кетті. Анығында сол жылы қазаға ұшыраған үшеудің бірі алматылық Володя Вронский болатын. Асқақ хан тәңірі қанша адамның өмірін жалмады. Бүгін міне тағы Альпі клубтың бір топ мүшесі хан тәңірі шыңын бағындырамыз деп келіп отыр. Нұрдәулет Ақыштың шым-шытырық оқиғалы тау ішіндегі тауқымет повесі альпинистердің ерлік істерін әңгімелейді. Аса тәжірибелі альпинист Берік Кенжетайұлы шәкірті Фарихпен бірге хан тәңірінің ұшар басына бет алды. Бірақ орта жолда олар сәтсіздікке тап болды. Өңменнен өтер қатты жел қиядағы екеудің берекесін кетірді. Алды артты орап үйіре соққанда қарсы тәсіл қолданып та үлгермейсің. Дүлей күш дем алуға мұрша бермей құмықтырып бір жұлқып қалғанда Фарихтың аяғының тайып-ақ кеткені. Осы бір сәтті автор бұлайша суреттейді. Әлжуаздау жас жігіт жандармен арқанға жармасқан. Дәл сол сәтте арқаннан басқа қармайтын ештеңе жоқ еді. Аяқтары салақтаған күйі қияда шайқала ілініп тұр. Табанына дәйек болар бұдыр іздеп жанталасқан. Өне бойды суық кеулеп жаурағанда дене бұл қалпында ұзақ тұра алмайды. Егер дүлей жел жаңағыдай бір жұлқыса, жоқ, одан арғысын ойлаудың өзі қорқынышты. Анау түбі көрінбес шыңырауға қарай лақтырған тастай зымырап кеп бермек. Қорқынышты ма? Қорқынышты. Байқап қалған серігі іле көмекке келеді. Арқанды шыжымдай тартып, Фарихтың аяғын бұдырға тигізеді. Бірақ осы бір сәтте дүлей желдің кесірінен өзі тасқа қатты соғылады. Көзінің оты жарқ ете түседі. Бірақ сонда да арқаннан айырылмайды. Ол Фарихты кішкентай күннен білетін еді. Талай сапарда бірге болып жүр. Олар рация мен штабқа кідіру себептерін мәлімдейді. Дәрігер ары қарай сапарды жалғастыруға келіспейді. Енді төменге түсудің өзі үлкен жұмыс. Демек сырттан көмек келмейінше қарға адым жер мұң. Шаршап шалдығып құз басында құрылған палаткаға екі жігіт келеді. Оның бірі Радик Даурских болса, екіншісі Қуаныш еді. Осы бір сәтте екі жігіттің жолын кес-кестеп жүргізбей қойған дүлей жел жым-жылас басылады. Ауа райы тамылжып тұр. Енді жас жігіт Қуаныштың бойында серіктері жалғастыра алмаған жолды жалғастырсам деген арман ұялайды. Клуб бастығын айтып рұқсат сұрайды. Бастық қинала келіседі. Сонымен Қуаныш шың басына жалғыз өзі өрмелейді. Ол шың басына жалғыз өзі жетеді. Осынау бақытты сәтте Қуаныш өзін дүние жүзінің ең биік шыңдарының бәрін жалғыз өзі бағындырған жапон альпинисі Наоми Уэмурадан біргем сезінбейді. Иә, бұл альпинизм өнерінің ең бір ләззатты сәті де осы шығар. Биікті бағындыру, биікке қол жеткізу, қайсарлық таныту бұл өнердің басты қағидасы. Қазір ол бағындырып отырған хан тәңірінің биіктігі 7000 метр. Ал Фарих пен Радик Даурских Берікті алып төмен түсе бастайды. Алдыда Фарих, одан кейін Берік, ең соңында Радик келе жатыр. Ауру адамды алып түсу қосымша қиындықтар жүктейді. Оның үстіне дәрігер Берікпен сөйлескен кезде жарақатының жай-жапсарын сұрап, миы шайқалған деген диагноз қойып еді. Сол рас бекен әлсін тұрып қала береді. Кейде өз-өзін ұстай алмай қалады. Осындай бір сәтте Берік пен Радик биіктен құлап кетеді. Екі жағы сүйірлене біткен жарықтың бір қабырғасы жалтыраған бұжыр-бұжыр көк мұз болса, бұлар құлаған қабырғаның беті қиыршықталған сусымағар. Жаңа екеу іркес-тіркес құлаған сәтте жарық шетін ернеулей қатқан қасатты опырып өтті. Бұл мұз зынданнан шығу мүмкін емес еді. Өйткені қолда ешқандай құрал жоқ.
Енді сырттан келер көмекке үміт артпаса, басқалай мүмкіндік жоқ. Рация істен шыққан. Штабтағылар бұлардан хабар болмағаннан кейін іздеу жұмыстарын жүргізе бастайды. Алдымен олар мұз жарығынан етпеттеп жатқан бір адамды табады. Оны 3 адамның бірі деп ойлайды. Бетінен ажырату мүмкін емес еді, беті мылжаланып кеткен. Мұнан соң Берік Оразғалиұлы Радик Даурскихты табады. Енді ана адамды Фарих деп ойлайды. Клуб бастығы Далматов мәйітті қараған кезде бұл Фарих емес дейді. Сонда кім болуы мүмкін? Анықтап қарағанда тұрғандардың бірі қолының татуировкасынан таниды. Бұл чех альпинистермен бірге жоғалып кеткен Володя Вронский еді. Автор тек оқиға қуалап кетпей, кейіпкерлердің жан дүниелерін жарқырата ашып, бір-біріне деген шынайы көңілдерін де шеберлікпен жеткізе алған. Фарихтен хабар болмай кеткенде, оны ағасындай болып кеткен Берікке қалай жеткіземіз деп қатты қиналады. Олар бір үйдің адамдарындай ағалы інілідей болып кетті емес пе? Кемедегінің жаны бір демей ме? Жаралыларды Алматыдан вертолет шақырып жөнелте бастайды. Берікті 2 адам зембілмен әкеледі. Жолда Берік қайта-қайта көзіне жас алады. Бір жеріңіз ауырып келе жатыр ма деп сұрайды достары. Жоқ, Аркаша, одан емес. Бұл менің соңғы шығуым. Жөндеп қоштаса алмағанымды қараш, сол мені қинағаны дейді Берік. Кіммен қоштаса алмадыңыз? Альпинизммен. Қиындығы көп болса да, бұндай іспен тек жүрегінің түгі барлар ғана айналыса алған. Кітапта мұндай әсерлі сәттер көп ақ. Нұрдәулет Ақыштың Тау ішіндегі тауқымет повесі қазақ әдебиетіндегі шытырман оқиғаға құрылған санаулы шығармалардың бірі.